Сәлем достар, бүгін біз сіздермен онша көп нәрсені қажет етпейтін табада үй жағдайында торт пісіретін боламыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды шағып аламыз және үстінен сұйық молокомызды құйып аламыз. Екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне, араластырып болып қалдым. Енді ұнымызға разрыхитель, яғни қамыр қопсытқышымызды салып, екеуін араластырып аламыз жақсылап. Содан соң массамыздың үстінен салатын боламыз. Онды жаймендеп осылай араластырып қосып отырыңыздар, өйткені бірден салып жіберсеңіздер қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Бұл торттың қамыры мейлінше жұмсақ болғаны дұрыс. Және де ескерте кететін жайт, қамыры өте қолға жабысқақ болады. Қолыма жабыс деген деп онды көп салып жібермеңіздер. Достар, менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге бір сәттік жұмыс алмаған үлкен шабыт сыйлайды. Міне, осылай қамырларыңызды ұнын себе отырып илеп аласыздар. Дайын болған қамырды 5 минутқа тұндырып қоюды ұмытпаңыздар. Және де айта кететін жайт, қолдарыңызды кішкене майласаңыздар да болады. Сұйық маймен. Міне 5 минут қамырымызды қойып қойдық. Енді осы қамырымызды бірдей етіп 12 бөлікке бөлетін боламыз. Дайын болған бөліктерімізді дөңгелектеп пішінге келтіріп, алдын ала дайындап қойып аламыз. Достар, бұл торт жасалу жолы өте оңай болады. Бір жасағаннан кейін үйреніп алсаңыздар, қайта-қайта жасай беретін боласыздар. Міне осылай артық жерін қамырды жұқа етіп жайып, қамырдың артық жерлерін өзіңіздің табаңыздың мөлшерімен бірдей қылып кесіп аласыздар. Міне қызып тұрған табамызға жаңағы кесіп алған қамырымызды салып, қасында тұрып пісіріп аласыздар, өйткені бұл өте тез пісетін болады. Орташа отта пісетін болады. Міне екі жағын осылай аударып, барлығын бірдей қылып пісіріп аласыздар. Міне менде 12 коржик шықты, барлығы өте жақсы пісті. Достар, бұл тортқа кез келген кремді қолдана берсеңіздер болады. Мен молокомызбен, жаңағы осы тортқа қолданатын молоконың жарты бөлігімен бөлме температурасындағы сары майымды араластырып, крем қылып қолданып жатырмын. Егер сіздер басқа да кремдермен қолданатын болсаңыздар да өте дәмді болып шығатын болады. Қорықпай жасай беріңіздер, өте дәмді болады, бір жасағаннан ұнайтын болады отбасыңызға. Бетін өздеріңіз қалағанша сәндесеңіздер болады. Мен осылай шоколадты сеуіп шықтым. Сау болыңыздар, назарларыңыз үшін рахмет.